1941 жылы басталған сұрапыл соғысқа Қазақстаннан 1.200.000 адам аттанды. Оның ішінде 497 қазақстандық Кеңес одағының батыры атағын алған, ал соның 97-сі қазақ оғландары. Ал Саялы Сарыағаш пен Киелі Келес өңірінен 4 жауынгер батыр атағына ие болған. Солардың бірі Жібек Жолы ауылдық округінің тумасы Жолдас Сүлейменов. Кеудесін оққа тосып, ерекше ерлік көрсеткені үшін одақ көлемінде марапатқа ие болған батыр Жолдас Сүлейменовтің аты берілген мектеп ұжымы Днепр өзенінен өтерде жауынгерлік іс-қимыл жасаған жерлестерінің 100 жылдығын жоғары деңгейде атап өтті. Жиында сөз алған ел ағалары мен ауыл ақсақалдары барлаушы болып қызмет атқарған қатардағы жауынгердің ерлігін елі ешқашан ұмытпайтынын айтты. Ол кісіні міне бірге көрдік, өзіміз, біз жас бала едік, жаңағыда соғыстан келіп, осындай ауылда жерде жұмыс істеді. Ең ақырғыда қызметтес те болдық. Мына ауданда милицияда істеді біраз. Біз 2-3 жылда істеді, кейін мұғалімі ауысып кетті. Ал енді осы мектепте мен өзім де оқыдым, 1-ші класстан бастап өшедім. Бұл мектептен бірнеше адамдар шықты. Олардың аттары бар, аталады менен қызметкерлер. Айта кетейік, 1992 жылы батырдың көзі тірі кезінде нөмірі 22-ші білім ұясына Жолдас Сүлейменовтің есімі берілген болатын. Биыл сол тарихи оқиғаға 30 жыл толды. Мерейтойға орай оқу-ағарту саласы қызметкерлерінің құрметіне білім ұясы аумағында ұстаздар аллеясының да ашылу рәсімі ұйымдастырылды. Біздің мектебіміз Кеңес одағының батырының атымен аталғандықтан, сол кісіге қарап бой түзеп, сол кісінің дәріптеуі, ол кісінің елге деген патриоттық сезімі, елге деген еткен еңбегі, мына соғыстан кейін келіп, елге жасаған қызметтерін айта отырып, біз оқушыларымыз дәріптеп, соларға қарап бой түзетіп, тәрбиелеп отырамыз. Ал енді ол кісінің көзін кезінде біз де көрдік, ол кезде оқушы едік, 87 жылдары осы мектепке келіп отырды. 92 жылы Кеңес одағының батыры Жолдас Сүлейменов атамыздың, бабамыздың аты осы мектепке берілді. Мектепке де қазір 30 жыл болып отыр. Бүгін сол үлкен мерейтой, бүгінгі жиын осы батырдың 100 жылдығына және мектебіміздің 30 жылдығына аталып отыр. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, Жібек Жолы ауылдық округіне қарасты жаңа құрылыс және Қарабау елді мекендерінен 22 боздақ соғысқа аттанған. Солардың есімін ел жадында сақтап, кейінгі буынға насихаттау мақсатында дәл осы білім ұясында тағылымды тарихтан сыр шерткен ғылыми конференцияда болып өтті. Маңызды басқосуда жоғарғы оқу ордаларының оқытушылары соғысқа қатысқан қазақ батырлар туралы баяндама жасады. Сұрапыл соғысқа аттанған ата-бабаларымыз, сол кезде 6 миллион ғана халқы бар Қазақстаннан, сол кезде біздің санымыз 6 миллион екен, соның 1.200.000-ы сол сұрапыл майданға аттанды. Сол 1.200.000 адамнан 500.000-нан астамы сол майдан даласында қаза тапты. Арасында із-түзсіз жоғалғандар да болды, із-түзсіз жоғалып қашып кеткен жоқ. Жаңағы әртүрлі соғыс болады, әртүрлі жағдай болады. Содан кейін сол майданға аттанған апаларымыз да болған екен. Қазіргі дерек толығын айта алмайды, бірақ 30 мыңнан аса біздің қазақстандық апаларымыз да қатысқан екен. Енді сол 1.200.000 адамның ішінде бүкіл Кеңес одағы бойынша 11.695 адам Кеңес одағының батыр атағын алған болса, соның ішінде 497-сі осы қазақстандықтар алған екен. Соның ішінде 97-сі біздің қазақ аталарымыз алған екен. Соның ішінде әйелдерден 2 апамыз Әлия Молдағұлова мен Мерген және де Мәншүк Мәметова пулеметші апамыз Совет одағының батыр атағын алды. Айта кететін нәрсе, бүкіл Орта Азияда бірде-бір сондай бір әйел адамдар апаларымыз болған жоқ, сондай батыр атағын алған біздің сол 2 апамыздан басқа. 1942 жылдың қаңтарынан орталық майдандағы 65-ші армияның 69-ші атқыштар дивизиясында 120-ші атқыштар полкының құрамында отан соғысына қатысқан Жолдас Сүлейменов Кеңес одағының батыры деген атаққа ие болса да, соғыстан кейінгі бейбіт өмірде өте қарапайым жан болған көрінеді. Бұл туралы оның жары Биран Нұрзияева айтып берді. Кеңдігі соншалық міне 2 қызымыз жетеді деп қояды. Мен әкемді айтып жылап қалам. Әкені көрмедім ғой, мен соғыс жаман екен ғой деп сөйтем ғой. Апам өмір өтті жас уағынан деп. Анамды да әкеп алды кейін.
Anam қалған еді ояқта. Кемпір шал өліп кеткені ке өзі қалғанда мені күйеуге беріп жіберді. Анамды да әкелді. Bir күн айтпастан барып, әкелгенін бірақ білдім. Отан үшін отқа түсіп су кешкен, қан майданда қасық қаны қалғанша күрескен боздақтарын халқы ешқашан ұмытпақ емес. Нағым Абдрахым, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.